Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен 2025-тің хит болған пирогы Орео пирогымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, қопсытқыш, қант және какао қажет болады. Осыларды жақсылап бір масса болғанша араластырып аламыз. Осының үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды құйып, үстінен ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Өте дәмді, бір жасағаннан шығатын пирогтың түрі екен, жасап қарауларыңызға кеңес беремін. Осылай мен қамырымды илеп алдым. Енді үстіне қосатын салмамызды жасаймыз. Ол үшін 400 грамм 20% қаймақ, 100 грамм қант, 3 жұмыртқа және кукурузный крахмал. Осыларды жақсылап бір масса болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Осылай жай ғана араластырамыз, көп ұзақ араластыруға болмайды. Осы уақытта 180 градусымызды пешімізді қыздырып қоятын боламыз. Енді Орео печеньесін жартысын пышағымызбен бөліп алып, осы салмамызға саламыз. Және әсемдік үшін үстіне мен 4 Ореоны салып жібердім. Өте дәмді, тез дайын болатын пирог екен. 30 минутта дайын болды. Өте жұмсақ, ауызда ериді екен. Осылай табамызға жаңағы дайындап қойған тестамызды салып, үстінен салмамызды салып, 30 минутқа жібереміз.